Мәлиге Имаева. Күздің міне шушындай салқын күндерінде татар ауылына, татар қапқасына бір шуаш кішісі қонып шығарға рұқсат сұрап қапқа шалқи. Өзіңіз білесіз, біздің татар бір түк қонақшыл кіші шуашны кіреді, ошата қонақ еді. Екінші күнні шуаш кіші кеткен вақытта татар кішісіне рахмет сөзін бұлай деп екен. Бізді сізді қондырғанға Құдай сізге қондырсын. Шулай бір шукшының будильник сағаты батылған. Бұл сағатын алғанда мастер штойға кеткен. Барып кірсе мастерда шукшы болып шыққан. Мастер тігі будильниктің артын ашқан. Ашса анда келіп өліп біткен бір тараққа келіп түшкен. Шонан соң қарап тұрғанда мастер шукшаға бұлай деп екен. Шукша, сенен бұл будильник ішлемейшек. Тігісі, нешігінде? Мастер айтайын, сен көрмейсің мен механигі өлген бейт. Әне кімін хазис көріп туған елден донатып, яшығады дүниясында татар тілін яратып. Қадірлі туғандар, жырларымызны давам етеміз. Жырламыз қай, сенің жырға сандуғаштар қошылып жырласын. Сaf шешмеден су алушы қызлар, сенің мұңға қошылып жырласын. Бүгінгі тәсіртімізді ұйыштырған, сіздің біле бізді ұшыраштырған, әм келешекте де ұшыраштырыр деп үмітленіп қаламыз. Сіздің туған яқларда туып өскен біздің ең яратқан жыршыларымыздың бірісі Рәйса Кабирова өзі. Рәйса Кабирова. Çeşme